Әскери жолын енді бастаған жас офицерлер Жамбыл жерінде қызметін бастамақ. Шекара қызметінің құрылған күніне орай облыс әкімі Шекара академиясы мен шетелдік жоғары әскери оқу орындарын тәмамдаған мамандармен кездесті. Кездесу барысында өңір басшысы әскери жолын енді бастаған мамандар үшін Жамбыл облысы үлкен тәжірибе мектебі болатынын атап өтті. Ербол Қарашекеев әулие атаның тарихы терең, ел қорғаған ерлердің өнегесі қалған қасиетті өлке екенін атап жас офицерлерді марапаттады. Александр Талжолов марапат алу үшін келіп тұр. Қазақстан Республикасына қызмет етеді. Облыс әкімі шекараның әрбір шақырымы ел тыныштығы мен тәуелсіздік үшін маңызды екенін атап өтті. Оның айтуынша офицер болу әскери атаққа ие болумен шектелмейді. Бұл ең алдымен тәртіп, табандылық, жауапкершілік пен адалдықты талап етеді. Кездесуде Бауыржан Момышұлының «Тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бас иген құл болмайды» деген мақалы да мысалға келтірілді. Мемлекеттік шекараның қауіпсіздігін қамтамасыз ету жолында жауапты қызмет атқарып жүрген азаматтармен бірге маңызды мерекелік шарада бас қосып отырмыз. Шекара мемлекеттің қауіпсіздігі басталатын қасиетті шек. Оның әрбір шақырымның ар жағында елдің тыныштығы, халықтың қауіпсіздігі, тәуелсіздігіміздің тұтастығы. Сондықтан шекара қызметі жай ғана әскери міндет емес. Жиын соңында жас мамандарға қызметтік жолында сәттілік тілектер айтылды. Шекара қызметінің Жамбыл облысы бойынша департаментінің бастығы, ұлттық қауіпсіздік полковнигі Ербол Жамаубаев та жас офицерлерге кәсіби тұрғыда шыңдалып, тәжірибе жинаудың маңызын атап өтті. Енді жас мамандар алған білімін шекара қызметінде тәжірибемен ұштастырады. Назерке Бергенғали, Айдос Қыстаубек, Қордай 24 Ньюс.